Жатқан күйде жамбасқа арналған жаттығулар. Бірінші, еденге жатыңыз, тізеңізді бүгіңіз, басыңызбен мойын омыртқасының астына жастық немесе поролоннан жасалған арнайы үшкілді қойыңыз. Бөксеңізді ішіңізбен жамбасыңызды қатайтыңыз. Сонымен бірге деміңізді шығарып, беліңізді төсенішке тигізіңіз. Екінші, деміңізді ішке алыңыз және оған дейін қатайған бұлшық еттеріңізді босаңсытыңыз. Сонымен қатар беліңіз еденнен өзі көтеріледі. Осы жаттығуды 20 рет қайталаңыз. Мысық арқасын күжірейтеді. 4 аяқтап тұрыңыз. Қолдарыңызды иығыңыздың тұсында болады. Саусақтар жоғары қарайды. Қолдар сандарға параллель. Сонымен бірге омыртқаны еденге параллель, ал мойынды түзеу бағытта ұстауға тырысыңыз. Екінші, деміңізді шығарыңыз және мысық арқасын күжірейтеді деген қимылды орындаңыз. Сонымен қатар арқа күжірейтіледі, бас иықтардың ортасына түседі, иек дерлік кеудеге тиеді, бөксенің, іштің және жамбастың бұлшық еттері қатайған. Үшінші, бастапқы күйге қайта оралыңыз және қимылдарды қайталаңыз. Белдің төмен қарай тым күжіремеуін қадағалаңыз. Сан мен жамбас бұлшық еттеріне арналған жаттығулар. Бірінші, арқамен жатыңыз, тізеңізді бүгіңіз, тізеңізді кеудеңізге қарай тартыңыз. Тобықтарыңызды аяқтарыңыздың саусақтары мен өкшелеріңіз бір-біріне тимейтіндей етіп, аздап ажыратыңыз. Шынтақтарыңызды тізелеріңіздің арасына орналастырыңыз және тізелеріңізді шынтақтарыңызбен жұмсақ ажыратыңыз. Екінші, тізелеріңіз шынтақтарыңыздың қимылына кедергі келтіреді. Сонымен бірге жамбас бұлшық еттері қатайған. Деміңізді ешқашан ұмытпаңыз және осы жаттығуды қайталаудың арқасында толық босаңсуды ұмытпаңыз.